Сәлем баршаңызға, сіздерге үй жағдайында багет пісіретін боламыз. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Қарапайым ингредиенттен тұрады. Ыдысымызға суымызды, дрожж, тұзымызды салып, араластырып, 3 минут бетін жауып қоя тұрамыз. Үш минут өткеннен кейін бетін ашып, кішкене араластырып жібереміз де өлшенген ұнымызды саламыз. Ескере кететін жағдай, видеоның астында қалай жазылып тұр, сол ингредиентпен өлшеп саламыз. Қолымызбен иілеп, осындай кішкене жабысып тұрады. Сұйық майымызбен қолымызға алып, тестімізді майлаймыз. Бетін жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Көтерілгеннен кейін бетін ашып, тестімізді аламыз да, қолымызға жабысып жатса, ұн жағып жіберіп, 3 бөлікке бөлеміз. Менде 811 грамм тесто шықты. Соны мен весы қолданып, 3 бөлікке бөлдім. Бірдей болып шығу үшін. Тестімізді осылай қолымызбен жайып, ішке қарай бүріп шығамыз. Осындай багет болып шығады сол кезде. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Противнемізге пергаментный қағазымызды алып, аралары жабысып қалмау үшін осылай пергаментный қағазымызды 3 бөлікке бөліп шығамыз. Бетін орамалмен жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Көтерілгеннен кейін пышағымызбен үстін тіліп шығамыз. Жұмыртқамызды үстіне жағып шығамыз. 220-250 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Пісуіне жақын қалған кезде 1 стакан ыстық суымызды духовкамыздың астыңғы бөлігіне құйып жібереміз. Сол кезде нанымыз қытырлап, әдемі болып шығады. Сіздер жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.